Астон Вилладағы жұмысымды жоғалттым. Бұл өте қиын болды, өйткені соңғы 6-7 ойын мен үшін өте ауыр етті. Себебі мен жағдайды өз қолыма қайтала алмайтынымды сездім. Ол кездері күйзеліс пен ашу пайда болады. Сен көбірек еңбектенесің, көт жыртып жұмыс істейсің, бірақ бәрібір жағдайды өзгерте алмайсың. Себебі бәлкім киім ауыстыратын бөлмеде ойыншылар сені қолдамай, көтінен кері айналғанда сезінгендіктен шығар. Мен бақылауды тез жоғалттым. Бәрі тез бұзыла бастады. Оны қайта қалпына келтіргенше зайбалың шығып кетеді. Стивен Джерард өз дәуірінің ең үздік футболшыларының бірі. Ол жігіт мүмкін өзім Лэмпард немесе Сколс сияқты шығар. Бірақ әрқайсымыз бөлек едік. Атаңызға айналған Стивен Джерард деген кім? Мен онымен көп жылдар бойы бірге ойнадым. Бірақ Рио Митс бағдарламасының осы шығарылымында ол жайлы әлі де жаңа нәрселер біліп жатырмын. Ол нағыз жыртқыш сияқты болатын, өте қатал, тіпті жаман мінезді адам еді. Біз алаңда нағыз екі шайтан едік десек те болады. Ұсақ-түйек нәрселер ғой. Манчестер Юнайтед жігіттері, Алекс Фергюсон, біз бәріміз бір толқында, бір дәуірде болдық. Қыртпаш досым. Сол кезде соған қарсы болдым. Ұрып тастағым келді. Ол өз мансабының кейбір үлкен сәттері туралы және басқа да қызықтар жайлы осы подкастта өте ашық шынайы айтқан еді. Менің ойымша, біз бәріміз аздап эгоист, жеңіске тоймайтын адамдар едік. Челси туралы жағдайда дәл сондай. Ол менің көңілімді қалдырды. Ортадағы ойыншы бағалағанда Рой Киннен асатын адам жоқ. Ол сол жерде алған сынға сен келсесің бе? Иә, мен трендті түсінем, себебі мен де сондай жағдайда болдым. Ол алған сыншы? Бәрібір, мен де сын алдым. Басқа біреу Реал Мадридке, Барселонаға немесе тағы басқа жерге кетем десе, ол да сын естейді. Біз миллиондаған адам ақша төлеп көретін ойынды ойнаймыз. Сондықтан сын болатыны заңда. Ендеше бұрын соңды көрмеген Стивен Джерардты қырын тамашалаңыз. Ол премьер-лигада бәрінің назарында болар еді. Айтайын, ол тіпті АПЛ-де ең үздік жартылай қорғаушы болар еді. Сөзсіз, мен емес, ол болатын еді. Сенің кесіріңнен ойыннан қуылып едім ғой, есіңде ме? Иә, есімде ғой. Достар, Рио Фердинандтың жеке Рио Митс жобасының Джерардпен болған шығарылымды қазақ тілінде тамашалаңыздар. Контентті қолдау үшін лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қалай жағдай, жақсысың ба? Иә, бәрі жақсы. Отбасың қалай? Ата болдың деп естігем. Шүкір жақсы, иә, ата болдым. Басыма бір-екі ақшаш қосылды. Сен олар емеспін. Өз көзіммен көрген ең жас ата сен шығарсың. Жоқ, егер сақал мұртымды қырсам, ешкім ата болдың деп айтпас еді. Керемет жаз болды. Қызым Лилли босанды. Екеуі де дін-аман. Өте мақтанам, шүкір, ата атандым. Иә, мықты ғой. Бауы берік болсын. Біз Майклмен сен туралы әңгімелесіп едік. Сол сұхбатты көрдің бе? YouTube жарып шолатқан секілді. Қалай саған? Ұнады ма? Иә, тамаша сұхбат шығыпты, көрдім. Рахмет. Бірақ анан айтшы, сенен сұрағым келіп жүрген. Экранда көрген Оуэн, сол баяқ сен білетін Майкл Оуэн ба? Өйткені көп адам оны басқаша қабылдайтын секілді. Біз оның қасында жүргендіктен шынайы Оуэн мүлдем басқа адам деген ой келеді. Мен оны 8 жасынан білем. Бірге өстік, бірге ойнадық. Оның қандай адам екенін де, оның менталитетін, қандай деңгейде болғанды жақсы білем. Сол сұхбатта ол өте ашық сөйлеген. Бірақ сонымен қатар мен кім екенімді ұмытпаңдар дегендей айтқысы келгендей болды. Өйткені кейбір ойыншыларға тым көп назар бөлінеді, ал Майкл керісінше лайықты бағасын алмады. Әсіресе 17 мен 23 жас аралығында ауыр жарақат алғанға дейін ол әлемнің ең мықты шабуылшыларының бірі еді. Сол кезде одан мықты страйкерлер болмағанда шығар. Адамдардың көздеріне ол жай ғана сарлау жұқалақ келген форвард, сүйкімді тәтті бала, отбасылы, жақсы жігіт, бла-бла-бла деп көреді. Бірақ ол нағыз жануар еді. Нағыз айғыр, жыртқыш, өте агрессивті, ашулы жануар болатын. Иә, есімде. Кейде бапкерлер оны сабырға шақырып, тіпті алаңнан алып тастауға мәжбүр болатын. Себебі ол бәрін быт-шыт қылғысы келетін. Иә, дәл солай. Екеуміз жұп болып ойнадық. Майкл жалғыз өзі жүріп барлығын айырды деп айта алмаймын. Оның артын жауып жүретінмін, ол да менің артымды көп жабатын. Біз екеуміз алаңда нағыз шайтан едік. Ол бірінші прессингке кірісетін, мен артынан бірден қосылатынмын. Екеуміз де кішкентай болсақ та, ол да мен де бойларымыз қысқа, арық футболшы болсақ та, жеңіске деген аш көз едік. Сол мінез, сол ашу оны алтын допқа жеткізді. Тек жылдамдық емес, мінезі мен рухы да жеткізді десек дұрыс болады. Футбол тарапынан қарасақ, оның ішінде жын бар секілдеді. Өйткені ол дамыл таппай 3-4 жылдай әлемнің ең жоғары деңгейінде жүгіріп жүрді. Олармен жастайыңнан араласасың. Сенен артық бұл сұраққа ешкім жауап бере алмайды. Мынаны айтшы. Уэйн Рунимен салыстырсақ, Майкл Оуэн одан да мықтырақ болды ма? Егер футбол жақсы көретін жас бала болсаң, кімді таңдаушы едің? Екеуін тікелей салыстыру қиын ғой. Руни мен ойнаған ең үздік ағылшын ойыншысы. Уэйнді таңдаймын деген емес, бірақ ол жай шабуылшы емес, универсал. Оны 9-дық, 10-дық деп шектемес едім. Бір өзі жүріп қарсыластың қорғанысын ұстай алатын. Бұл жағынан Суарес екеуі қатты ұқсайды. Сондықтан салыстыратын болсақ, мен Руниді Суареспен салыстыратын едім, Оуэнмен емес. Ал Оуэнді сонда кіммен салыстырсақ болады? Торреспен десек қалай? Иә, Оуэн мен Торрес бір-біріне келеді. Ол, мен, Лэмпард, Сколс,
кім мықты деген дебат секілді ғой, бәріміз әртүрліміз, бірақ біз шабуылдаушы, жартылай қорғаушы болғандықтан бұл тақырыпта бірден көп талас жүреді. Және мен оны түсінемін. Онда сен осы аңыз ағылшын үштігінің үздігі кім деп атар едің? Мен әрқашан өзімді таңдаймын, бірақ мен Фрэнк Лэмпардты ойыншы ретінде қатты жақсы көремін. Өйткені оның гол соғуға деген аштығы ерекше еді. Ол айып алаңына уақытылы жетуден ең үздік болды. Оның гол соғуға деген аштығымен шабуылдайтын жартылай қорғаушы ретінде мені де, Скоулзды да басып түсті. Ол голдарға әбден әуестенді. Есі кететін десем де болады. Ал егер сен ойынды басқарып, бәрін бақылауда ұстай білу жағынан айтсаң, ол Скоулзи. Ойынға аталған басдықпен, жеңіл қимылмен, алаңды көре білу қабілетімен үздік болған ол Скоулзи. Егер оның ойыны жүріп тұрса, Скоулзидің деңгейіне ешкім жақында бола алмайтын еді. Бірақ мен бала кезімде өзімді таза жартылай қорғаушы ретінде көретінмін. Мен ешқашан шабуылшы да, қорғаушы да болмағам. Мен тек жартылай қорғаушы болғым келді. Мен үшін жартылай қорғаушы деген бәрін істей алатын ойыншы. Сол бағытта дамуға тырыстым. Мен өзіме сенем, әлемдегі кез келген ойыншымен салыстырсаң да ұялмаймын. Өйткені егер жартылай қорғаушың барлық компоненттерін, яғни қорғаныс, шабуыл, өтпелі фаза, барлығын жалпылап салыстырсақ, мен әлемдегі кез келген футболшымен жарыса аламын. Әдемі, маған осыны айт. Шынымды айтсам, ең қызығы Америкада адамдар өздеріне қатты сенеді, және ол норма. Мысалы, олар мен ең мықтымын, мен чемпион десе қалыпты жағдай. Ал бізде болса бір түрлі. Біреу өзін мақтаса, па шіркін, мынауың тәкаппар екен дейді. Сол үшін Майкл Оуэнге көп сын айтылған. Себебі ол өзіне қатты сенетін. Ал бізде болса бір түрлі, біреу өзін мақтаса, па шіркін, мынауың пиздес екен ғой дейді. Сол үшін Майкл Оуэнге көп сын айтылған, себебі ол өзіне қатты сенетін. Сен ондай сын алмайтынына сенімдімін, өйткені сенің айтып отырғаның Оуэн секілді емес. Бірақ сенің өзіңді ашық көрсетуің шын мәнінде сергітетін нәрсе екен. Жалпы әртүрлі жартылай қорғаушылар бар. Қорғаушылар да солай. Мысалы, мен жиі естимін, Джон Терри екеуіңді көп салыстырады. Екеуің де орталық қорғаушысыңдар, бірақ мүлде бөлексіңдер. Бір позиция, бірақ ойын стилі бөлек. Жалпы әртүрлі жартылай қорғаушылар бар. Қорғаушылар да солай. Мысалы, мен жиі естимін, Джон Терри екеуіңді көп салыстырады. Екеуің де орталық қорғаушысыңдар, бірақ мүлде бөлексіңдер. Бір позиция, бірақ ойын стилі бөлек. Сендер бір командада болғандарында әдемі тандем құратынсыңдар, бірақ бәрібір айырмашылықтарың көп еді. Жарайды, оны қойшы, маған ең өкініштісі, осы дебаттар кезінде неге 15 жыл ішінде бізді бір жүйеге біріктіріп ойнататын бапкер табылмады деген ой. Иә, мен де соны айтқалы тұрғам, сенімен толықтай келісемін. Бұл менің де кінәм. Кей кездері ұлттық құрама сапында өз деңгейімде ойнай алмадым. Фрэнк те, Скоулз да солай айтар еді деп ойлаймын, өйткені олар да шынайы жігіттер. Бірақ кейде жүйенің өзі де ойыншыларға кедергі жасайды деп ойламайсың ба? Үшеумізге арналған жүйе жоқ еді. Екілік схемасы жұмыс істемейді. Яғни біреуінің міндетті түрде резервте отыруың керек пе? Иә, көп бапкерлер қолданған жүйеде біреуіміздің тыс қалуымыз керек еді. Стивен, сен бүгін ойнамайсың. Не бүгін Фрэнк, не бүгін Скоулз деуге батылы жететін бапкер болмады. Біреуімізді қапталға, мысалы, Скоулзиді солға, мені оңға немесе таза қорғанысқа қою бәріміздің ойынымызды әлсірететін еді. Бірақ менің ойымша біз бәрібір бірге ойнай алатын едік. Уақыт өте келе тактикалық тұрғыда бапталып үйренсек, бәрі жұмыс істереді. Өйткені бізде футболдық IQ мен бейімделу, яғни тезірек адаптациядан өте білу қабілеті жеткілікті болды деп санаймын. Бірақ ол кезде Англияда одан да үлкен мәселе болды. Біз бәріміз тәкаппар, өзімшіл болдық, пиздес болдық. Бірақ ол кезде Англияда одан да үлкен мәселе болды. Біз бәріміз пиздес звезда едік қой. Қазір теледидардан Каррагер және Скоулздың қатар отырып 20 жыл достығы бар сияқты әңгімелесіп отырғанын көрем. Каррагер мен Невилдің де кәдімгі ескі достардай. Екеумізге қара, мен сенімен қазір футбол ойнаған кездегіден әлдеқайда жақынмын. Неге біз сол 20-23 жасымызда олай болмадық? Бұл эго ма, бәсекелестік пе? Не ол? Неге біз қазір есейіп ақылдырақ болып жақындай бастадық? Неліктен сол кезде жақын бола алмадық? Неліктен бір құрамада ойнай тұрып, жақын қарым-қатынас байланыс құра алмадық? Оған жауапты тапқанда секілдімін. Менің ойымша, бұл Англиядағы мәдениеттен болды. Біз команда ретінде емес, әркім өз бөлмесінде отыратын, бірімен біріміз араласпадық. Нағыз ұжым бола алмадық. Өкінішке орай, нағыз мықты, күшті команда ешқашан бола алмадық. Англия сапында жүрген ұнайтын ба? Маған ұнамайтын. Жоқ, жек көретінмін. Сол бөлмелерді жек көретінмін. Жас кезімде кейде тіпті күйзеліске түсетінмін. 7 сағат бөлмеде не істеймін? Әлеуметтік желі жоқ, DVD плеер жоқ. Теледидарда 1-ден 5-ке дейін ғана арналар бар. Шынымен кейде қатты күйзеліске тап болатынмын. Ойынды жақсы көретінмін. Англия үшін ойнағаныма мақтанатынмын. Жаттығулар да ұнайтын. Бірақ ол бар болғаны күніне 90 минут қана. Қалған уақытта өзім жалғыз болатынмын. Лондон болсын, не басқа ел болсын, бөлмеде отырам. Тек кешке жарты сағатқа асханаға шығам. Команданың бір бөлігі сияқты сезінбедім.
командаластарыммен жақын екенімді ешқашан сезінбейтінмін. Ал Ливерпульде бәрі керісінше еді. Өз орным бар, бапкерлер қамқор, ұжымдық рух өмірдегі ең керемет күндер еді. Және маңызды емес, үйде ойнаймыз ба, сырт алаңда ойнаймыз ба, командалық атмосфера мықты болатын. Англиямен салыстырғанда мүлде басқа атмосфера. Ұлттық құрамада тек жаттығу жасап, кетіп қалғым келіп тұратын. Проблема көп болатын, иә. Дегенмен менің ойымша, біздің басты мәселе Ливерпуль, Манчестер Юнайтед және Челси арасындағы текетірес еді. Иә, келісем. Әр жиынның соңғы 2 күнінде ғана байланыс пайда болатын. Бірақ жиын тек 10 күнге созылады. Турнир кезінде сәл жақсырақ, себебі базада немесе қонақ үйде бірге тұратынбыз. Сол кезде байланыс пайда болатын. Осыған орай қосқым келетіні, Гарет Саутгейт Англия құрамасын біріктірген үшін дұрыс бағаланбады. Ал бізде талант болды, ойыншылардың деңгейі жоғары болды, бірақ бәрібір керек нәтижеге, топ деңгейге жете алмадық. Әрине, кейбір кездерде жауымыз болмады, мысалы пенальти серияларында, дегенмен нәтиже үшін жауапкершілікті өз мойындарымызға алдық. Артқа қарасам, Англиямен бірге көбірек жетістікке жете алмағанымыз мен үшін ең үлкен өкініштердің бірі. Себептерді іздеп таба бересің ғой, бірақ ең басты мәселе, біз бір жұдырықтай жиналған ұжым емес едік. Жай ғана талантты адамдардан құралған бір топ болдық. Бізде бір-бірімізге деген айтылмайтын ішкі араздық болды. Иә, араздық, қызғаныш, аздап өшпенділік те болды. Сол сенен мықтымын деген сезім ғой. Қазір сол уақытқа қарап ойласам, бұл деген балалық қой, иә, сәл балалық, жетілмегендік. Бірақ меніңше бапкерлер көбірек араласуы керек еді. Болды, енді бәрің бір командасыңдар деп. Бәріміздің бастарымызды қосып, бірге шаралар жасаса, бөлмеден шығатын едік. Егер солай болғанда, біз көбірек бірігіп, бір-бірімізді жақсырақ түсінермедік. Кім білсін. Сонда алаңдағы ойын әлде қайда жақсы болар еді. Иә, мен келісем. Саған бір сұрақ қойсам деп едім. Барлығы сені керемет сипаттап, жоғары бағалайды. Ойланып отырдым. Өзің қашан футболшы болатыныңды нақты сездің, айтшы. Ливерпульдің негізгі құрамында ойнайтынымды мен алғаш рет 13 жасымда түсіндім. Себебі сол кезде маған ұзақ мерзімді келісім шарт ұсынды. Маған 13 жасымда ұсынылған келісім шарт 2 жылдық мектептік, 2 жылдық шәкірттік және 3 жылдық кәсіби келісім болды. Сол сәттен бастап мен негізгі құрамға жақындағанымды білдім. Бала кезімнен ақ мен кез келген ойында өзімді сенімді сезіндім. Менің ағам менен 2 жас үлкен. Сол себепті үнемі үлкен балалармен ойнайтынмын. Олар мен итеріп, ұрып, шыңдады. Түрлі ойындарда жиі жеңілдім. Үйде, көшеде, пинг-понг, бильярд, бәрінде ұтылатынмын. Сол үлкен балалар мен ағам мені мықтырақ, қайсар етіп өсірді. Мен ұтылғанды жек көретінмін. Еш нәрседе жеңілгім келмейтін. Сол табиғи талант пен бәсекелестік рух мені осы жолға алып келді деп ойлаймын. Окей, сен бала кезіңде жиі жеңілетінмін деп жастың. Окей, сен бала кезіңде жиі жеңілетінмін деп жатсың. Ағаң үстіңе басып ойнады, қысат дегендей. Сен ашуыңды жақсы басқара алатын бедің сол кезде? Жоқ, тіпті мансабымның өзінде артқа қарасам, кей сәттерде ашуымды дұрыс басқара алмағанымды көрем. Керісінше ашуға ерік беріп қойған кездерім болды. Бірақ сен айғайлап ұрсатын адам болған жоқсың ғой, иә, солай ма? Иә, мен ешқашан айғайлап ұрсатын адам болған жоқпын. Ешқашан. Мен үшін бәрі әрекетпен болатын. Футболда ол ашуды іспен шығару, біреуді теуіп жіберу, дұрыс емес шешім қабылдау сияқты болатын. Қазір ойланып қарасам, кей істерім үшін өкінем. Бірде Манчестер Юнайтедке қарсы ойынға шықтым. Бар болғаны 30 секундта алаңнан қуылдым. Сол кезде сен менің қызыл қағазымның себепкері болдың ғой. Иә, мен біраз сөз айтып жібергем. Сен ол жағынан шебер едің. Иә, сондай сәттерде қызыл қағаздар үшін өкінем. Бірақ сонымен қатар дәл сол ішкі қайсарлық пен бәсекелестік рух мені жақсы ойыншы еткенін де білем. Ал енді сол алғашқы команда кейін бөлмесіне кірген сәт есіңде ме? Ол кезде үлкен жұлдыздар бар еді ғой. Робби Фаулер, Джейми Реднап және басқалар. Маған Англияда алғаш сен туралы Джейми айтқан еді. Бізде бір жас бала тәрбиеленіп өсіп келе жатыр. Көрсең таңғаласың деген. Сол үлкендердің ортасына алғаш кіргенде өзіңді дәлелдеу үшін не ойладың? Бірінші рет негізгі құрамның киім бөлмесіне кіргенде, әрине Каррагер мен Майкл маған көп көмектесті, өйткені мен олармен бірге жастар құрамында болғанмын. Дэвид Томо, Дэнни Мерфи де көмектесті. Ал Фаулер, Макманаман, Реднап бұлар менің кумирлерім еді. Мен олардың атын жейдеме жазып, шәкірт кезімде бутсыларын тазалайтынмын. Оларға деген менде үлкен құрмет болды. Бірақ сонымен қатар ішімде бір ой болды. Мен сендердің орындарыңа келем. Сырттай өте сыпайы құрметпен сөйлейтінмін, бірақ іште бұл менің уақытым.
Егер қазір болмаса, ешқашан болмайды деп ойлайтынмын. Ливерпульде ұзақ ойнағың келсе, мен ешкімге жол бермеуім керек еді. Күн сайын жаттығуға барғанда өзіме айтатынмын. Мен Пол Инстен, Джейми Реднаптан, Дэнни Мёрфиден, Дэйвид Томпсондардан мықтырақ күштірек болуым керек деп. Олар сенің ондай ойың бар екенін білді ме? Жоқ, мен ешқашан оларға тікелей айтқан жоқпын. Бірақ жаттығуда бәлкім сезген шығар. Меніңше ондай туралы айтудың қажеті жоқ, дәлелдеудің қажеті бар. Ал енді көшбасшы болу туралы не айтасың? Сен кейін капитан болдың ғой. Өзің туған қалаңның командасы Ливерпульдің жанкүйері ретінде капитан болу қандай сезім болды? Соны айтшы. Өмірімде 3 ерекше сөзбен жеткізе алмайтын сәт болды деп айтайын. Соның бірі трофей көтеру. Бірақ ең ерекше сәттердің бірі мені Фил Томпсон мен Хью Лавери шақырып алып, Стивен, сен енді Ливерпульдің тұрақты капитанысың деген кез. Ол сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезім. Денемнен тоқ жүргендей, мойнымдағы түктер тік тұрып кетті. Шынын айтсам, мен ол кезде әлі жас едім. Көп нәрсе үйренуім керек болды. Әлі нағыз көшбасшы болуға дайын емеспін деп ойлайтынмын. Бірақ мен бала кезімнен әрдайым ойынды белгілі бір стильде, белгілі бір жауапкершілікпен ойнауға тырыстым. Сол ойын мәнерім, сол көзқарасым маған капитандық повязка алып келді деп ойлаймын. Кейін мен тәжірибе жинадым, өстім, жетілдім. Реднап, Джейми Каррагер сияқты жігіттер алғашқы кезде көп көмектесті. Мен көп ойыншылардан естідім. Ливерпульде сенің капитандығың кезінде кейбіреулер бапкерді емес, сені таңғалдыруға тырысқан дейді. Мүмкін, білмеймін. Ондай сезген жоқсың ба? Менің достарымның көбі Ливерпульдің фанаттары. Олар жиі сұрайды сен туралы. Мен айтам, ол тек жақсы футболшы емес, оның бір ерекше аурасы, мысы бар деп. Манчестер Юнайтедтің киім бөлмесін алыстан бақылағанда, сен, Рой Кин, Гиггс, Сколс сияқты ойыншылар бәрің сондай болдыңдар. Кез келген жаңа ойыншы солардың алдында өзін көрсетуі керек еді. Бізде де сондай болатын. Біреу жаттығуға келіп, бірінші күні сәтсіз ойнаса, бәріміз жақсы бастамаған сияқты деп сөйлесетінбіз. Мысалы, Хави Алонсо келді. Бірден Карра келіп бәрімізге, міне, мықты ойыншы келді деді. Әр киім бөлмесінде осындай беделді ойыншылар тобы бар. Олар жаңа ойыншылардың қандай екенін бірден сезеді. Сондай жігіттерге командаға пайдаңды алып келетініңді дәлелдеу қажет. Ал енді ойындарды өз бақылауың алған сәттер бар ғой. Өз карьерамды ойласам, мен де 22 жасымда өз қарсыласымды толығымен басқара алатынымды, доминация жасай алатынымды сездім. Сен өз ойыныңды толық сеніммен ойнаған кезіңді қай жаста сезіндің? Бастапқы жылдарымда мені Рой Кин мен Патрик Вейрамен жиі салыстыратын. Сол кезде мен небәрі 19-21 жаста едім, ал олар өздерінің шыңында болатын. Мен әлі толық физикалық тұрғыда дамымаған едім. Еркек ойыншы деңгейіне жетпегем. Оларға қарсы ойнау маған өте қиын болатын. Олар нағыз машина еді. Сол кездері мен өз деңгейімнен асып ойнауға мәжбүр болдым. Тек солай ғана оларға қарсы тұра алатынмын. Қазір жас буын Рой Кинді тек телеарнадан көріп жүр ғой. Ал ол кезде ол қандай ойыншы болғанын білмейді. Сен қалай сипаттар едің оны? Қазір футболда бәрі статистика мен хайлайттарға негізделген. Бір гол соқсаң, бір пас берсең, бәрі соны айтады. Барлығы анау 10 гол соғып, 10 ассист жасады, бла-бла деп шу көтереді. Бірақ мен үшін шын мәндегі ойыншы 90 минут бойы өз позициясын ұстап, физикалық тұрғыдан мықты, көшбасшы бола алатын адам. Сол жағынан Рой Киннен асқан жартылай қорғаушы жоқ. Ол әрдайым дұрыс орында болатын. Қатал, төзімді, жақсы пас беретін, ойынды өзгертетін. Оның қысқа пастарын көрермендер төмен бағалаған секілді. Өйткені Рой ойын бағытын тез өзгерте білетін және сенен оңайлықпен қашып кете алатынды. Мен үшін ол ең толыққанды жартылай қорғаушы. Біз кейде жеке сөйлесіп футболды талқылағанымызда сен Яя Туре туралы да айтқан едің. Ол да ерекше жартылай қорғаушы. АПЛ-дың үздік жартылай қорғаушыларының тізімінен тыс қалып қояды. Сенің ойыңды білгім келеді, оған қарсы ойнау қиын болды ма? Яя Туренің кейбір сәттері өте қиын болатын. Егер ол 5-ші скоресқа қосылса, тоқтату мүмкін емес еді. Ол нағыз күш пен жылдамдықтың үйлесімі болатын. Бірақ ол 90 минут бойы емес, кездесуде 2-3 сәт қана сондай жарылыс жасайтын. Егер сол сәттерде Турені тоқтата білсең, қатты қиналмайсың десек болады. Ал мен үшін Рой Кин мен Вейра сияқты ойыншылар 90 минут бойы үздіксіз ойнайтындар. Ол басқа деңгей деп есептеймін. Аңыз жартылай қорғаушылар туралы әңгіме кетіп жатыр екен, онда қазіргі буындашы қай жартылай қорғаушыларды ерекше бағалайсың? Соны айтшы. Қазір премьер-лигада Деклан Райс өте мықты. Маған оның мінезі, ойыны қатты ұнайды. Арсенал да жаңа деңгейге көтерілді.
өз стиліне қосымша компоненттер қосып жатқанын бақылауға болады. Ол өте қиын қарсылас болушы еді. Тағы біреуі ол Джуд Беллингем. Егер ол премьер-лигада ойнаса, онымен бетпе-бет ойнағым келер еді. Бұл екеуі Англияның ең үздік жартылай қорғаушылары қазір. Және ағылшын ретінде айтсам, осылардың ойындарынан ләззат аламын. Ал жалпы әлем бойынша, әрине, Барселона мектебіндегі ойыншылар бірге болғанда, Бускетс, Хави, Иньеста, олармен ойнау өте қиын еді. Қазір Педри сияқты ойыншылар сол дәстүрді жалғастырып жатыр. Барсаның жартылай қорғаушылары бірге болғанда, мансабында ең қиын қарсылас еді. Хуакин Виерраларда оларға қарсы ойнаған нағыз футболдық оргазм еді. Қазір ондай алаң ортасында бірге-бір текетірестер азайып кеткен секілді ғой. Солай ма? Иә, мен де солай ойлаймын. Мен өз дәуірімдегідей құрметке қазіргі футболда ие болмас едім. Қазір ойын техника мен тактикаға көбірек сүйенеді. Академиялық стиль. Академиялық стиль деп нені меңзеп тұрсың? Техникалық, таза ойын. Қазір ережелер де өзгерді. Бұрын біз нағыз шайқас дуэльге шығатынбыз. Блэмспен чемпиондар лигасында, мысалы, Сколс, Виералармен шайқасатынбыз. Кейбір матчтар тек сонымен қызық болатын. Кейбір кездесулер тек сондай индивидуалды текетірестің арқасында шулап тұратын. Қазір ондай физикалық күрес аз. Қазір бәрі қауіпсіз, достық атмосферада өтеді. Мен өзімнің уақытындағы футболды көбірек ұнатам, бәлкім ойнағандықтан болар. Қазір кішкене тиіп кетсең сары қағаз, сақ нәрсеге қызыл. Міне сол себепті қазіргі футболда мен өзімнің сол Стивен Джерард стилімде ойнай алмайтын шығармын деп ойлаймын. Бәлкім адаптация жасап, стилімді өзгертуші едім. Бірақ сол баяғы Стиви Джидан дым қалмайтын еді. Мысалы, Сколс қазір ойнаса, премьер-лиганың үздік жартылай қорғаушысы болар еді. Шынымен бе? Иә. Өйткені Сколс допқа ие болған кезде ойынды толық бақылайтын. Ол әдемі пас бере алады, бағытты ауыстырады, алыстан соғады, шешуші пас жасайды. Оған қатты жақындап қалсаң, аяғының сыртымен сені қиып тастай алатын. Тек оған қарсы ойында физикалық қысым көрсетуге тырыссаң ғана артықшылық алуға болады. Бірақ қазіргі футболда оған тиіп те болмайды ғой. Сол себепті ол қазіргі заманауи футболда бәрін тасталқан етеді. Маған сеніңіздер, ол барлығын айырып жүруші еді. Ал мен болсам, заманауи футболда менің қолымнан ондай келмеуші еді. Қой, сен өзіңді төмен бағалап тұрған сияқтысың. Жоқ, мен жай ғана қазіргі футболда алаңда ұзақ жүре алмайтын едім деп ойлаймын. Иә, ол да рас шығар. Ұзақ дегенім физика тұрғысынан емес. Түсініп тұрған шығарсың, оның стилі. Иә, Сколсге жақындай алмайсың ғой. Оған тек қолмен итеріп, бөгет жасап, ойының басқа аспекттерін жасауға мәжбүрлемесең, дым көмектеспейді. Қазіргі футболда оның ойынға деген әсері тым көп болатын еді. Иә, солай еді. Ал енді сенің ойыныңдағы бағаланбай жүрген элемент туралы айтшы. Сенің қандай қырыңды көпшілік байқамайды деп ойлайсың? Менің ойымша, мен көпшілік ойлағаннан жылдамырақ болғам. Қашықтық жабу, допсыз жүгіру, артқа қайту. Бұлардың бәрінде көпшілік ойлағаннан сәл жылдамырақ едім. Карьерамның соңында сол фактор қатты әсер етті деп ойлаймын. Брендан Роджерс, сондықтан мені тереңірек Сколс стилінде контроль жасайтын позицияда ойнауға ыңғайластырды. Бірақ өзімнің праймымда мен екі бағытта да тез қозғала алатынмын. Ал енді Стивен Джерард қай жылдары болды? 2005 пен 2007 жылдар аралығы. Сол кезде жарақат аз, денсаулық ұрып тұрған еді. Ал ең мықты Стивен Джерард қай жылдары болды? 2005 пен 2007 жылдар аралығы. Сол кезде жарақат аз, денсаулық ұрып тұрған еді. Ал ол кезде қай позиция дедің? Рафа маған тактикалық тұрғыда үлкен әсер етті. Бұрын еркін ойнайтынмын, кейде позициямды жиі қалдырып кететінмін. Тәуекелге көп баратынмын. Бірақ Рафа маған ойынның тактикалық, интеллектуалдық жағын үйретті. Футболдық IQ жағынан өстім. 2004-тен 2007-ге дейін өзімді өте мықты сезіндім. 7-ден ары қарай не болғаны есімде жоқ, бірақ кейін 2009, 2010, 2011 жылдары тағы бір мансабымның шыңы болды. Ал сен тактикалық тарапынан жақсырақ бедің? Иә, мен сол кезде Торрестің артында ойнадым. Артымда Алонсо мен Маскерано болды. Сол команданың өзегі өте мықты еді. Сонда ол команда неге титул жиналмады? Себебі сендер? Егер сендер бірге ұзақ қалғандарыңда ше, біз титулды жеңер едік. Достар, подкасттың бірінші бөлімі аяқталды. Қолдауларыңызды көрсетіңіздер. Екінші бөлімді, яғни осы подкасттың жалғасын сәлден соң шығарамыз.